Мен кейбір адамдар түсінбеймін. Интернетте өмірді не идеализировать етіп, идеально көрсетесіздер. Бар ғой, таңертең тұрған кезде свежий мейкаппен тұрады ғой. Извините меня, мен таңертең тұрғанда көз басым бәрі ісіп, екінші соғысы шыққаннан құсап тұрам ғой. Еще түні ғой қорылдаймын ғой мен дейтін. Тамақ қарық бағы кеуіп кеткен. Су жесің бар. Мысал деймін да енді жалпы. Бәрі үйтіп оянбайды шығар мысал. Ладно. Одан кейін бәрі бір күшті шикарный үйде тұратындай неғып мынандай мен сияқты үйімді көрсетпейсіңдер сендер. Бәрінде евро ремонт бәрінде. Соң халық қарайды да, мен неғып осылай өмір сүрмеймін? Мен не істе дұрыс емес? Жандарем, бәріміз бірдей өмір сүреміз ше негізі. Бәрі бірдей өмір сүреді на самом деле. Менде арендаға бір суткаға бір арена допустим, евро мебель себелдері бар жерге бір күн бар контент түсіріп бір аптаға. Смело шығып кетемін 20 мың теңге төлеп, мысалы ше. То, что я так живу, деп. Ребята, на самом деле никто там, редко кто так живет, понимаете? Оған деген еліктеп, жылап, депрессия түспеңдер. Бәрімізді кредитіміз бар. Блогердің әншілер кредит жоқсыз ба? Жандарем, займ кредиттер басын асып жатыр. Во-первых. Во-вторых, оларда басы майланып, олар мұрын чоқып, сімгірет мысал деп жатыр менді. Допустим, да. Ол екіншіден. Үшіншіден, оларды ауылдан шыққан балалар. Егер де сіздерде андай бір ощущение бір болса, кей кезде кредит төлей алмай, батып кетті, просрочка кетіп, ше, допустим, моменттер болып қалған адамдарда. Сондай кезде бұл өмірде менен басқа проблема жоқ, адам жоқ, ешкімде проблема жоқ, менде ғана проблема, деп ойламаңдар да. Таңертең тұрдың, сенде проблема дофига, допустим, шешілетін проблема так шешілет, жаным, окей, оған заморачиваться етіп, менде стресс, мен не могу, у меня депрессия, почему-то, я пошла туда, никто не... Демеңдер. Мана домалақ планетаны сол кезде көз алдыңа елестетіп отырасың, өзін-өзі тану сабағы. Отырдың, елестеттің. Мыңғырық ел бар да, біз бармаған. Еще ол түкпірінден ауылды жерлер, қалалар бар да, біз көрмеген. Сояқта адамдардың проблемасын ойла. Сосын тұрда көзіңді ашта. Аллаға шүкір, кредит жабылады. Құдай қаласа енді зарплата алса, ақша алса, кредит жауып тастау керек, одан кейін барып бүйту керек, сөйту керек. Все, no problem, окей, бәтшісігер. Уайымдамаңдар, все будет хорошо. Все. Депрессия, стресске уақыт жоқ. Қазір депрессия, стресске түссең, дымда жоқ саған өмірде. А өмірде саған не істеу керек? Ел аралау керек, шетелге шығу керек, мәшіне квартира алу керек, өзіңді дамыту керек, бала-шаға туу керек, күйеу табу керек, қатын табу керек. Давай, движение. Все нормально, молодецтіңдер, істеңдер. Достар, ең бастысы живите, өмір сүріңдер, не киіп атсыңдар, не ішіп жеп атсыңдар, не нәрсе тағып атсыңдар, қалай боянып атсыңдар, кім қандай үйде тұрып атсыңдар, не істеп атсыңдар. Шүкір да бәріғына біріншіден. Екіншіден, кому какое дело, сен не киіп атсың, қалай киіп атсың. Ол саған жараса ма, жараса ма, кие бер. Киші айналайын, жаным, бояна берші. Огромные 5-метровые стрелки решила, сделай, бітті, все. И что у меня грудь большая, теперь не носите такие вот скини-мини, что ли? Извините меня, идите отсюда подальше. Не нравится, не смотри, когда я иду вот так вот, вся роскошь поп, карама маған, потому что не осилите, ребята. Все, живите, өмір сүріңдер ең басы, өздеріңіз сүйіңдер. Шашыңды сарыға, қызға боясына бояш, айналайын, бояшы. Таңертең тұрда ұйқыдан, бүгінгі күн мен үшін қызыл көйлегімді киіп барам, қара жараққа шкафта кием, ки. Ты самая красивая, сен ең мықты адамсың осы өмірде. Вот сен самый лучший. Переживание, стресс, нервы деген бәрін маған берді, әкел. Тастап кет маған, мен аламын да ол анаяққа лақтырып жібере, жабысып қалсың, стенаға тұрбаға асылып қалсың, түсіндің ба? Нерв, стресстің бәрі маған берді. Өзің қалай барсың, солай жүр. Жегің келді ма, же. Собираешься худеть? Худей. Не обязательно біреудің айтқан тыңда, понятно? Өзің шештің ба, солай істе сол нәрсені. Семірем деді ма, тренировкаға барам деді ма, бар. Право оқи алмайды деп кім айтты сені? Оқы. Сабағыңды оқы. Ты самый лучший человек в мире, это ты. Нерв, стресс, переживание, әкел маған, мен лақтырып жіберем. Мыжып тастаймын сенің. Кто тебя обидел, маған айт, өлтірем.
жабыстырып быт штанын шығарамын. Өздеріңді жақсы көріңдер. Мен де сендерді қатты жақсы көремін. Вы самые лучшие.